Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгін сіздермен бірге леш балығын үй жағдайында дайындайтын боламыз. Анамның рецепті бойынша. Ендеше видеоның ең маңызды сәттерін жіберіп алмай, соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Арнама тіркелуді де ұмытпаңыздар. Ең алдымен балығымызды жуып, тазалап, кесіп, тұздап қойып қоямыз осылай. Содан соң дайын болған балығымызды алып, қатты қызып тұрған майда қызарғанша қуыратын боламыз. Дәл видеодағыдай. Жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнары сөзсіз. Және де құрамына қажет заттардың барлығын төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Сол жерден кіріп қарасаңыздар болады. Балығымызды екі жағын бірдей қызартып, қуырып алатын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай әдемі қып-қызыл болып шықты. Ал ендігі кезекте осы қызып тұрған майымызға картоптарымызды жуып тазалап, турап алдын ала соны қуыратын боламыз. Қып-қызыл болып қызарғанша қуырамыз. Картоптың дәміне қарай тұзын салуды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің картоптарымыз қып-қызыл болып, әдемі болып қуырылып шықты. Енді оны бөлек ыдысымызға салып алатын боламыз. Ал енді жаңағы сковородкадағы майымызды азайтатын боламыз. Мінекей осындай мөлшерде. Енді жаңағы қуырылып алған балығымызға аджикамызды жағып, тағы да сковородкамызға орналастыратын боламыз. Отбасыңыздың қалауы бойынша ащысын немесе тәттісін жақсаңыздар болады. Біздікілер ащысын жақсы көретін болғандықтан ащы аджика жақтық. Дәл осылай орналастырып шығатын боламыз. Ешқандай қиындық жоқ. Балықтың екі жағына да бірдей жағып шығамыз. Ал енді кезекте үстінен дөңгелектеп туралған бір пиязымызды осылай орналастыратын боламыз. Одан соң үстінен дөңгелектеп туралған 2-3 тіше сарымсағымызды орналастырамыз. Және жаңағы қып-қызыл болып қуырылған картопымызды орналастырамыз. Және дөңгелек қара бұрыштарымызды саламыз. Шамамен 5-6 штуктай. Лавр жапырағын салатын боламыз. Егер сіздерде жапырақтарыңыз үлкен болса, онда екеуі жеткілікті. Егер кішкентай болса, 3-4-еуін салыңыздар. Енді үстінен шамамен 150 граммдай су құйып, 20 минут шамасында бұқтырамыз. Мінекей біздің балығымыз дайын болды. Өте дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дастарханға осылай ұсынсаңыздар болады, ас-көкпен бірге. Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып отыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да керемет рецептермен бөлісетін боламын. Осы жерде анама рахмет айтқым келіп отыр. Анашым, сізге рахмет.